Дүниетану 2 сынып, тақырыбы менің достарым, 4 сабақ, достықтың ең бағалы сипаты туралы білетін боласың. Тірек сөздер достық, адалдық және сыйластық. Сенің достарың бар ма? Бос уақытыңды достармен бірге өткізесің бе? Әрине, менің достарым көп. Достарым көбі сыныбымда оқиды. Сыныпта үзіліс кезінде әртүрлі тақырыпта ой бөлісіп әңгімелесеміз. Кешкісін далаға шығып ойнаймыз, театрға барамыз. Демалыс күндері саябаққа немесе ойнауға арналған парктерге барып көңіл көтереміз. Достарың туралы әңгімеле, олардың мінез-құлқын, нені жақсы көретіні туралы айтып бер. Менің ең жақын 2 құрбым бар. Олардың есімдері Айару мен Раяна. Айару өте байсалды, ақылды және тәртіпті қыз. Сабақты жақсы оқиды, түсінбеген тақырыптарды маған түсіндіріп көмектеседі. Ал Раяна үнемі көңілді жүреді, бірақ тез ашуланады, қолы ашық, өте мейірімді қыз. Мақалды оқиық. Ағаш тамыры мен адам досымен мықты екен. Ағаш тамырсыз болмайды. Адам да дәл солай. Дос деген өміріңде ерекше орын алатын, жүрегіңде өшпесте есімі жазылған адам. Досты таңдамайсың. Дос өзі өмірдің түрлі жолдарында кездеседі. Дос болуы мүмкін, бірақ шынайы дос табу қиынның қиыны. Жалпы дос болу үшін үнемі бір-біріңді тыңдап, ойларыңды ортаға салып отыру керек. Нағыз дос адамға шабыт беріп, өмірдің түрлі қиыншылықтарына мойымауға, күресе білуге үйретеді. Достықтың ең басты қасиеті сенім болған жерде достық та мәңгілік болады. Болуға мәжбүрлемеу керек, балалар. Адам өз еркімен дос болу керек. Досты табу оңай емес, әрине. Сонымен бірге кез келген адам жақсы дос бола бермейді. Уақыты өте келе кімнің дос, кімнің дұшпан екенін ажырата білетін боласың. Ондай адаммен өз ойыңды айтып сырласуға бола ма? Бала, олай мәжбүрлеуге дос болған адаммен сырласуға болмайды. Себебі ол адамның саған деген қызығушылығы да жоқ. Арман туған күнінен достарын шақырды. Міне олар да келді. Балалар, суреттегі балалар бір-бірімен кескенде қандай сөздер айтты деп ойлайсың? Суреттегі баланың достары туған күнімен құттықтап жатыр. Мұндай кезде мерекелі құттықтау сөздер, шын жүректен ізгі тілектер айтылады. Досың туған күні не сыйлар едің? Мен досым туған күнді кітап сыйлар едім. Кітаптан асқан қазына жоқ деп ойлаймын. Досымның алғысы келіп жүрген кітаптарын біліп, сол кітаптардың біреуін сатып алар едім. Ал ішіне досыма арналған алғыстар мен тілектер жазар едім. Ал сен өзің достарыңа қандай тағы да сыйлықтар сыйлар едің? Досыңа қандай тілек айтасың? Жан досым, сені бүгінгі туған күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Айналамда жақсы адамдар көп, бірақ олардың бәрін бірдей адал дос деп айта алмаймын. Мені өзіңмен өмірдің бір арнасын тоғыстырған тағдырыма ризамын. Көре алмаушылардың жамандығынан сақ болып, алдыңа қойған мақсаттарыңа жете бер. Өзіңе ғашық жандар әдетте көп болсын. Берекелі отбасы мен адам айтса нанғысы табыстарға жетуіңе тілектеспін. Ең бастысы, әрдайым жаныңнан табылып, қуаныштарыңды бөлісуге дайын екенімді білдір. Шын жүректен осындай Нұрислам атты жан досы өз тілегін айтқан. Бізді осы тілекте қосыламыз. Қара, балалар, егер сен достарыңды үйге шақырып, осындай бас қосатын болсаңдар, сен не істер едің? Қандай ойындар ойнайсың? Ол балаларға нені қызықтырады? Қыз балаларда нені қызықтырады екен? Қыздар қуыршақпен ойнағанды жақсы көреді, ал ұлдар шахмат ойыны жұп болып ойнады. Барлығын бірге бірлесіп, пазл құрастырды және машина жарыстарын ойнады. Менің ойымша, туған күн қызықты өткен секілді. Біз де ойлаймыз, туған күн қызықты өткеніне сенеміз. Балалар, бүгін біз достық жайлы сыр шертісіп, туған күндеріне тілектер айттық. Нағыз дос, шын дос қандай болатынын туралы сөздер қозғадық. Осымен сабағымыз аяқталды.